Сәлем достар, сіздердің бірге мен Жақсыбай және де достар, бүгін өте қызықты видео, но видео басталмастан бұрын мен сендерге осының алдыңда бір ай бойы қақсап келатқанмын достар, конкурс деп. Шарттары өте оңай дедім, бар болған менің арнама тіркеліп, скриншот жасап, менің инстаграм парақшама жіберу дедім. Сосын айттым, 23-ші күні сағат кешкі 8-де Астана уақытымен мен 3 адамға 5000 теңгеден таратам. 3 адамға 5000 теңгеден, общий сумма 15000 теңгені өз оқырмандарыма подарок ретінде беремін деп айтқанмын. Сол конкурс бүгін болады. Мен қазір видео түсіріп жатырмын. Кешке барамда конкурсты ойнатамын. Но сендер қазір тамашалап кетіңдер, кім алғанын, конкурстың қалай өткенін. Видео бастамастан бұрын давай сәттілік. 16 имени, 17 достар вот. Любой ала салам мне. Открываю, да, его? Вот, Бізде бұл деген, сұлу как? Өзің оқып тұр? Сұлушаш деген, бірінші адам 5000 теңге ұтқан. Қазір қарайық шарттарын орындады ма? Бір дегенді алдық. Честно, да, әйтеуір деген первый страницалар қатыспайды это. Мұнда тоже низат жоқ, данные, Стоп, мені тоқта. Вот, да? Мені все на первый стоп. Осыны ашам, Кір. Қайсының астында? Кімге, Мирашқа ма? Мираш негізі, Мираш па, Жанс па, айтыңдар? Мен сен Джейнді бастым. Мираш негізі. Сен соған бірін указывал. Точно ма? По-моему, солай. Тоқта, қалай ойлайсың, мына қай жерде тұр саусақ деген? Мираш па, или астында Джейн деген біреуде ме? Стоп деп жатыр, қатсақтай стоп тұр сөйтіп. Екеу тұр, Мираш и Джейн. Стоп, честно было. Мираш сөйтіп бәсе, мен Мираш деп тұрмын ғой. Мирашқа береміз. Шарттардың бәрі орындаған. Еще кішкентай қыз да, повезло да. Так, осындай адамдар алған конкурсты, мен әлі білмеймін алғанын, бірақ сендер уже көріп алдыңдар. Сол видеоны бастаймыз. Енді видеоны айтайын қандай видео болатынын. Достар, видео бүгінгі өте қызықты. Неге қызықты? Өйткені сіздердің өзіңіздің сұраған видеоларыңыз. Көбісі сұрады, действительно, мен комментарийларда көрдім. Жақсыбай, солай істеш, солай түсірші қызық болады деген. Ал енді қандай видео десен, ол менің Барон деген итіме командалар беретін боламын. Және де сіздер тамашалап қарайтын боласыздар. Ол команданы қалай орындайтын. Шынымды айтайын, бұл ит вообще абсолютно не дрессированный. Вообще командалар в принципе білмейді. Но білетін командалары ол өзі қағып алып, өзі үйренген командалары. Давай енді біз итті босатайық. Барон, сен звезда боласың енді, Барон. Так, мен осылай қарандар, уже бір айтайын. Көріпсіздер ғана күрчок. Осылай итті байлап тастаймын. Өйткені ит өзі ашып алады есікті. Давайте енді тамашалаңдар қалай ашып алатынын қараңдар. Күрчокты сыра. Достар, қазір көбісі спортивный событиялар разбираться етті, соның арқасында ақша істеп жатыр. Мен де ақша істеп жатырмын біздің один ойын дейтін достарымызбен. Егер де сен оны дым разбираться етпейтін болсаң, кел толығырақ көрсетіп кетемін саған. Міне өздерің көріп тұрғандай телефон бұл один ойынның сайты. Осының алдында мен ставка тіккенмін, кім көрген жоқ. ПСЖ мен Баварияға тіктім, Баварияға смело победа деп қойғанмын. Міне бәрі өте оңай, сайтқа кіресің, мына жерде балансын тұрады. Менде в рублях, теңгемен тоже қоя аласың. Линия деген кіресің. Линия. И футбол деген қоясың. Менің өзім любимым ол футбол. Соңғы рет мен деген Бавариямен Лига чемпионовқа тіккенмін, Бавариямен ПСЖ-ның Баварияның победасын алдым. Осының ішіне кіресің, сен тек қана не только победа или проигрыш бар. Мен осыған тотал тегетін боламын. Тотал деген бізде смело 3,5 больше аламын міне. Өздерің көріп тұрсыңдар. 3,5 больше деген ол 4 гол болады деген сөз. Және де бұнда біз 5000 рубль тегемін смело. Міне өздерің көріп тұрсыңдар. Тігілді. Так, достар, неге мен один ойынды сендерге рекомендовать етемін? Өйткені один ойынға сендер кіресіңдер, бәрі өте оңай, документ ымдаста қажеті жоқ. Бір кликпен регистрация істейсіңдер, және де менің промокодымен описаниедағы қолдансаңдар, сендерге бірінші пополнениеға 200% бонус беріледі. Давайте басымен тігіңдер, сендерге сәттілік. Ол деген мен далаға кетіп баратқан артынан жүгіріп жетеді қазір қараңдар. Далаға кетіп баратқанды ашады ғой. Так, кеттім мен далаға, все. Барсам бар, бармасам барма. Кеттім мен, Барон. Все, кеттім. Ашсан аш, аспасан ашпа. Ко мне. Ашып алды уже, көрдіңдер ғой, достар. Секірмеш, ақ футболка үстінде. Осылай достар ашып алады. Бұл ақылды. Кеттедім саған, адам үстіне жалама. Өздерің тамашалап кеттіңдер. Енді бұл есікті ашқанын сұраймыз. Аш есікті. Открывай дверь, давай. Кет, аш есікті, давай. Пошли гулять. Кеттік. Давай, аш. Ашиш. Айне көрдіңдер ғой. Ақылды ит бұл деген, өте ақылды ит.
Короче, сендер уже екі команданы көрдіңдер. Қалай ол деген ұясын аша алады өзінің, және де мына біздің үйдің есігін тоже қалай аша алатынын көрдіңдер. Кетпеген тағы да бір-екі команда көрсетейін, который ол білетін. Қазір біз оған су құйып берем ыдысына. Сосын біз енді үйдегілерден орысша сөйлейді, өздерің білесіңдер, байқап жүрген шығарсыңдар. Пить воду деп айтамын. Сол кезде оның су ішкенін көретін боламыз. Қазір қарасың, шығып кетейінші, артына қайтып келіп екен. Қол тапсаймыз. Жүгіріп келе жатыр, қара. Есікті қолтадым, еме кетіп баратым. Ашып алды есікті. Енді ыдысына су құямыз да пить воду деп айтамыз. Нельзя, кет. Мен әлі су ішті айтқан жоқпын бұған. Так, енді қараңдар достар. Міне суды толтырдым, очкимен көріп тұрған жоқпын. Міне суды толтырдым, ане ит та енді қараңдар. Барон, пить воду, пить воду, пить воду. Пить воду, давай. Онда келіңді, пить воду, пить воду. Көрдіңдер ме, айтсаң су ішеді. Достар ішпей қалады, тағы айтам осы. Барон, пить воду, пить воду. Бәрін түсінеді ғой, ё-майо. Бұл итті ше кішкене үйретсен сен да, кәдімгі дрессировать етіп, бұлмен жұмыс істесен, бұл иттің момент бәрін түсінетін болады енді, бар ғой. Так, енді қандай команда айтамыз? Болды, білетін командасы осы. Сосын кушать дегенді білет. Тамақ кетіп бересің, тамақ жемейді, бар ғой, алдына қойып қоясың ғой. Кушать дейсің, тамағын жейді. Сосын кетіп баратасың, артынан жүгіріп кетеді. Барон, тамақ же, мен сендерге неге айтып жатырмын, давай қас. Ерінбей тамақты салайын. Сосын сендерге көрсетемін. Біздер всегда баронға тамақ істегенде осы отдельно пісіріп қоясың, потому что ол да адам сияқты көп жейді, имеется в виду, адаммен көп жейді даже. Сондықтан енді өзің үйден қалған тамақ оған все-таки жетпей қалады. Осылай әшейін макаронды қайнатасың, бірінші майды саласың, майлы етті, сүйек или там. Енді үйге майды енді үйдегілер жарытпайды, көп жемейді енді. Сол үшін қалған майлардың бәрін осылай саламыз да. Итке тамақ дайындаймыз. Қазір давайте біз тамақты жылтып берейме ыдысқа. Сосын оның ыдысын алып барып салатын боламыз. Ал тамақты біз мынандайға жылтамын деген иттің тамағы. Сосын бұл иттің бір қасиеті бар ғой. Ана есік алдында мені күтіп отырады бар ғой. Именно мен даже қазір үйге кіріп кетсем, 2 сағат үйде отырамын ғой, ешқайда бармайды. Үйдің алдында ғой, есік алдында отырады ғой, прикинь. Сосын үйде андай женбей қалған осындай алай дейді, құймақ, блинулар болса, тоже ыдысқа салып жібересің. Енді бұзылып қалмау керек қой тамақ деген. Міне тамағы. Жоқты, неқті жатыр екен ғой. Айттым ғой, кетпейді. Аз қара. Енді қараңдар, кетіп қызықты көрсетем. Қазір мен бұл тамақты аламын да қоям. Ол жемейді ол тамақты. Сосын мен же деп айқалаймын оған. Ол жейді. Әне, жеген жоқ да, енді қараңдар. Так. Қараңдар енді. Қайда ит, қайда? Барон! Барон, келіңді. Келіңді. Кушать. Кушать. Көрінемі жейді кушать деген. Келіңді. Кушать. Қашып көтті. Келіңді. Реально қырсығып тұрғаным ба? Кәдімгі қырсығып тұрсың ғой да келмей. Точно ма? Үйге қамап тастаймын. Уверенсің ба? Барон? Мынаны жемейсің ба? Бір видео түсіргенде жей алмай қалдың ба не? Кел маған.
қазір айтқан тыңдамаңыздар, бітеміз біз, қараңдар. Так, домой давай. Давай. Келіңдер. На. Кел. Барон. Ма. Кел мұнда. Басын сүйма сенің? Көршіге тесіппін. Жынсың ба сен? А? Жынсың ба деймін саған? На, кушай. Осылай айқаласан жек көреді уже ғой. Ой, оңбаған. Айқалау керек па саған не? Я айтқан түсінбейсің. Оңбаған. Жүр сол үшін, қазір қараңдар. Бір қызық көрсем сендерге. Үйге қайт деймін орысша, үйіне барып қараңдар. Так, домой. Домой. Қайт үйге бар. Бар, домой. Так, домой дедім саған. Қараңдар, үйге баратыр. Кіріп кетеді ясына. Точно тамақ жемедің ғой, да? Бір айтқанда, бір айтқан тыңдамайсың ғой видео түсірген кезде, да? А? Қаяқты қалатысың? Кушай. Кушай. Қырсық. Кушай. Бәрін түсініп бар ғой, ё-майо. Мен дегесін жеп жатыр, атакол деген негізі түнде тамақ ішетін адам. Осының алдында тамақ жеп алды, негізі бар ғой, тойып. Жеткіздім ғой төр. Так, маған осылай көрдіңдер, құлтайым. Сосын мына күрчок тұр ғой, мия. Осыны аламды. Бұлайынан маған кигізіп бастайын. А то шығып кетеді өздерің білесіңдер ғой. Короче, солай достар. Сондай командалар білет. Сосын сендер жазып кетіңдер. Тағы да қандай командалар үйретуге болады. Бұл өтке үйретейін мен деген. Сол енді достар, арнаға обязательно тіркеліңдер. Комментарий, лайк. Келесі кездескенше. Давайте.